Хабарласыңыздар. Ардақты ағайын, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама. Бірге таңдаймыз. Тікелей эфирдеміз. Әдеттегідей бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс нөміріміз 55 37 76. Бүгінде қыз-келіншектер арасында қысқа тырнақ қою сәнде. Міне осындай қысқа тырнақ қою сәнде, тырнақты күтуде, тез әрі жұмыс дегенде ыңғайлы дейді мамандар. Сындырып аламын деп те қорықпайсыз. Тырнақ бояуын жаққанда да аз уақыт кетеді екен. Және тырнақты тез арада қалыпқа келтіре аласыз. Сондықтан артықшылықтары көп, осы сәндегі тырнақ үлгілерін байқап көруге кеңес береміз. Және үй жағдайында тырнақ бояу әдістерін бірге үйренеміз. Бұл ретте бізге тырнақ әрлеудің шебері, кәсіби маман Мария Мусабекова көмектеседі екен. Келіңіз, Мария ханым. Сәлематсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жақсы ма? Орныңызға жайғассаңыз болады. Және де бізге көмектесуге келген модель қызымыз есімі Сымбат. Ал қыздар қысқа тырнақ сәнде деп айтып жатырмыз. Енді қазір біреулер ұзын тырнақ дейді. Әркімнің қалауы әртүрлі ғой. Бірақ қазіргі ең соңғы сәнге айналған қысқа тырнақ дейді. Қалай ойлайсыз? Оны қалай жасаймыз? Бірден Үй шаруасында біз үй шаруасында қалай жасаймыз? Жаңағы тостаққа сұйықты құйылады. Мен де сіздердің жандарыңызға отырайын. Қазір бір минут. Кәдімгі үй жағдайында қазір тырнақты сәнге келтіреміз, маникюр жасаймыз, солай ғой? Енді біз көптеген сән үйлеріне барып, салондарға барып, бірнеше 5000-нан кем емес ақшаны беріп жатамыз, солай ғой? Ал үй жағдайында әрине ақша жоймай-ақ. Қазір үй жағдайында былай перчатка кимесе де болады әрине. Үй жағдайында қыз-келіншектер өзіне әдемі болу үшін бірінші әуелі қолымыз суға саламыз, кішкене жібітіп. Қолға өзін жібітіп алады, суға салып. Сосын қолымыздағы спиртті алып, обрабатывать етіліп отыру керек. Тазалаймыз. Потому что ластар, кірлер жабысып тұруы мүмкін, сондықтан ол жаңадай таза болу үшін ең бастысы біз оны тазалап аламыз, жақсылап тұрып. Спирттеп. Өйткені ол тырнақтың мына жердегі еттерін алады ғой, артық еттерін алады, сондықтан еттерін алған кезде ешқандай бір сіздерге аллергия болмас үшін, жаңағыдай басқа бір дүниелер шықпас үшін тазалап аламыз қолдарымызды. Қолымызды аламыз. Жаңағыны сүртіп, кішкене терісімізді сырамыз үй шаруасында. Үй жағдайында. Үй жағдайында сырамыз. Болады көбінесе адамдардың, қыз-келіншектердің еттері көп өседі, потому что біз үй шаруасында көп қолданамыз. Ыдыс-аяқ жуамыз, бала-шағаны жаңағыдай қараймыз, үйді кірлерді жуамыз, киімдерді түктейміз. Оның барлығын әрине қолмен жасалынып жататын дүние. Сондықтан тырнақта тез өсіп кетіп жатады. Көбінесе капиллярлар деген терілер жақын орналасады. Сол жақын орналасқан үшін кішкене қарау керек, чтоб қанап қалмау үшін. Абай болу керек. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Менің атым Құралай болады. Мен Тараз қаласынан хабарласып тұр едім. Мен сізге қояр сұрағым бар еді. Мына тырнақты қалай күтуге болады, соны айтып бере аласыз ба? Тырнақты қазіргі бізде салқын ғой. Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде біздің көбінесе қолымыз сухой болады. Құрғап кетеді. Ол құрғамау үшін бізге бірінші скраб керек. Скрабты жасап, қолымызды скрабировать етіп, сосын маска, неше түрлі қазір маскалар бар ғой. Обязательно маска жағу керек. Біз бірге таңдаймыз бағдарламасында жаңағыдай жақсы скраб көрсеткен болатынмын. Ол үшін жаңағы апельсиннің қабығы бар ғой. Сол қабығын үкіштен былайынан өткізіп алдық та жаңағыдай. Сосын оны кәдімгідей қолға жағатын кремді сәл ғана қосып, араластырып, қолымызға скраб жасаған болатынбыз. Сонда ол жарылмайды. Қол жұмсарады. Солай қылып скраб жасауға болады екен. И парафиндерді тоже жасауға болады үй шаруасында. Қазір дүкендерде көп қой парафиндер. Сол парафинді алып, скраб жасап, маска жасап, и қолды орамалмен орап тастаймыз. 15-20 минутта
алып тастауға, и үстінен крем жағып, массаж түрінде жағу керек. Сол олар жұмсартады қолды. Иә, Мария, сіз уайымдамай, өз ісіңіз кәдімгідей шеберсіз ғой, сондықтан жасай беріңіз, жақсылап тұрып қобалжымаңыз, алдыңызда сондай әдемі тырнағымен, сүп-сүйір саусақтарымен келіп отырған сымбат модель қызымыз бар. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Мен есімім Данаш, мен қаласынан хабарласып тұрмын. Данаш, иә, қайырлы күн. Тырнақты тұзды суға салса қатаяды дейді, сол рас па екен? Ол рас. Мен де бірден айта аламын, рас. И бізде тұз суға да салуға болады, и жаңағы лимонның суына да салуға болады. Лимон қышқылын алып, екіге бөліп, и қолдарды, саусақтарымызды салып, 10-15 минуттай уақыт отыруға болады. Су қоспаймыз ба? Ештеңе қоспаймыз. Лимонды екіге бөлеміз, қақ ортасынан. ортасынан. Қышқыл бүйтіп сығып аламыз да? Жоқ, сықпаймыз. Лимонның ішіне? Жоқ, екі қақ бөлеміз, и саусақтарымызды салып қоямыз 15-20 минут. Оны аптасына 2 рет қолдануға болады. Ол лимонның ішінде С дәрумені бар. Өте жақсы. Әрине, ең жақсы тәсіл ол кәдімгідей тұзды су. Кәдімгідей осындай суға тұзды көбірек қосасыз да, жаңағыдай толтырып бірнеше. Сол бір 5-10 минут ұстап отырсаңыз, тырнағыңыз кәдімгідей бір айдан кейін өзіңіз көретін боласыз, қатты болып, әдемі болып, сынбайтын болып шығады. Сондықтан осы тәсілді де міндетті түрде пайдаланыңыздар. Міне сіз егеп жатырсыз ба? Кішкене бетін түзулеп жатырмын. Мен мына орындықты оған отырған бір ыңғайсыз екен, мен 1 сағат бойы тұрып сөйлеу керек сияқтымын жаңағыдай. Сондықтан сіздердің жаныңда отырмай, жаңағы өзім осылай тұрып қарай берейін, жарай ма? Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Үй жағдайында гель лакты жағуға бола ма? Үй жағдайында болады, әрине. Гель лак деген жаңағы лак деппін ғой. Гель лак деген ол жаңағыдай түспейді ғой, ешқандай. Оны 1-2 апта, 3 аптаға дейін шыдайды. 2-3 апта шыдайды, әрине. Жасауға бола ма оны? Жасауға болады. Ол дүкендерде, маникюрный дүкендерде сатылады. Арнайы лактар сатылады? Арнайы лактар сататын жерде сатылады. Сосын? Оны жасауға болады, әрине. Аппаратты алу керек шығар деп ойлаймын, ана құралды, құрғататын. Да. Алуға болады, әрине. Сіз бояуға кірісе беріңіз, біз әрине тікелей эфирде болғаннан кейін уақыт шектеулі, сіз ісіңізге кірісе беріңіз. Мен осы ретте бір ақпарат айта өтейін, сіз жасай беріңіз. Тырнағыңызға әдемі маникюр жасарда мына кеңестерді есте сақтаңыз. Ұзын тырнаққа қарағанда қысқа тырнақтың үстіне кішкентай ғана сызат түссе де көзге қатты көрініп тұрады. Сол үшін қысқа тырнақты бояғанда мұқият болыңыз. Және де асықпаңыз. Бояу қысқа тырнақты сопақ етіп көрсету керек. Ол үшін қанық және қара қоңыр түсті бояулар қолданыңыз. Ашық түстерді мүлде қолданбағаныңыз жөн, ол тырнақты қысқа әрі жалпақ қылып көрсетеді. Маникюр жасағанда енді көлденең сызықты суреттерді таңдамаңыз, ол қысқа тырнақты одан сайын қысқа жалпақ қылып көрсетеді. Ал тігінен сызық осылай түсетін суреттер керісінше ол қысқа тырнақты ұзартып, сопайтып, әдемі қылып көрсетеді. Қысқа тырнаққа қолайлы дизайнның бірі ол француз маникюрі. Егер тырнағыңыз жалпақ болып, оны кішкене сопақтау етіп көрсеткіңіз келсе, тырнақтың қақ ортасынан ұзынынан сурет салдырып алыңыз. Енді біздің модель қызымыздың қолы, тырнақтары жіңішке болғаннан кейін, жаңағы айтып отырған дүние ешқандай қатысы жоқ, өйткені тырнақтарының өзі сүйір. Әдемі, саусақтары сүйір. Қазір мен маникюрді жасап болдым. Гүл саласыз ба? Қазір жылтырақ страздарды бетіне қоямын. Моншақтарды, иә? Моншақтарды. Ол моншақтарды қайдан алдыңыз? Сол дүкендерден, маникюрный дүкендерден. Қанша теңге тұрады? Бұлар 1000 теңге, қатты аса қымбат емес. Бұны бұлай ашады ма? Жанынан ашады екен ғой? Иә, жанынан ашады. Азынан кішкене кептіреміз. Тамаша тастарды мен не істеп жатырмын, ол бұлай қылып ашылады екен. Ал енді оны қалай жапсырамыз, көрермендерімізге көрсетейік. Мария ханым, уақытымыз шектеулі. Сондықтан
бар уақытты өз кәдімгідей тиімдісімен тиімді қылып пайдаланайық. Міне біздің тырнағымыз боялып болды, ардақты ағайын. Енді қазір оның үстіне осындай тастарды да салатын боламыз. Оны қалай жабыстырамыз? Оны негізі гельге де жабыстыруға болады. Жабыстыра беріңіз сіз. Ол гельге негізі клей керек. Сіз жабыстыра беріңіз маған. Қазір. Кішкене мында таяқша болады. Сол таяқшаны алып. Таяқшамен кішкене былай су қойып. Таяқшаны солап аламыз да, тасты осылайынан бір-біріне алып алады екенбіз. Міне, құрметті көрермен, таяқшаны аламыз, ол тасты былайынан біріне бейтіп, алып алыңыз, міне тұр. Міне солап аламыз да, ол тасты бейтіп жабыстырып алады екенбіз. Яғни өйсті отырып тасты қолға жабыстырады екенбіз. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай нағыз өз ісінің маманы. Әрине тікелей эфирде кішкентай ғана майда дүние, оны жасап отырудың өзі бір 2 сағаттық уақыт алады. Біз 10 минуттың ішінде оны көрсетіп, маникюрді жасаудың тәсілін, тазалаудың тәсілін, бояудың тәсілін, мынаны жасаудың барлығын көрсетіп жатырмыз. 10 сақ-сауықты жасау үшін 10 минуттан есетпесеңіз, өзіңіз ойлаңызшы, 1,5-2 сағат міндетті түрде кетеді. Сондықтан біз біреуін ғана көрсетіп жатырмыз. Міне тамаша осылай қылып өздеріңіз маникюрда жасап алуыңызға болады, құрметті көрермен. Сымбат, сізге көп рахмет. Мария, сізге көп рахмет, алғысымыз шексіз. Құрметті көрермен, бүгін біз отандық дизайнерлер жасалған тамаша ұсынған сәнді шаш бұйымдарын бірге жасап үйреніп, жеміс-жидектен жасалған пайдалы салаттан дәм таттық. Және үй жағдайында тырнақ бояу әдістерін кәсіби маманмен бірге жасап көрдік. Еліміздегі ең пайдалы бағдарлама өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасады. Қазір келін телехикаясы, онан соң әйел бақыты бағдарламасы. Бақытты күндеріңіз көп болсын, кездескенше күн жақсы.